Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін біздің арнамыздан көретіндеріңіз Португалия және де Германия ұшып кетті Евродан. Ал Түркия ұлттық құрамасы Нидерландымен ойнаудан бас тартуы мүмкін. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып отырыңыздар. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Ювентус клубы футболды қолға алған сияқты. Тюрамнан кейін Дуглас Луистан кейін Де Григори атты тамаша футболшыны Монза клубынан жалға алды. Бір жылға және де сатып алу құқығымен 15 миллион евроға сатып алатын болады. Жалпы бұл Де Григори деген талай топ клубтардың көзіне түскен қақпашы. Реакциясы өте тамаша. Бірақ та алаңға, алға допқа шығуға, қарсы шығуға, позиция ұстауға деген сияқты қателіктері бар. Алға шығып ойнай алмайды, аяқпен жақсы ойнай алмайды, және де позицияны көп жерде дұрыс ұстай алмай қалады. Ал бірақ реакциясы өте керемет. Негізі кейінгі кезде ол жақтарының бәрін реттеп келе жатыр деген ақпараттар бар. Енді Киеза Ювентустан кетеді деген жаңалықты Фабрицио Романо шығарып отыр, сондықтан да сенуге болады. Федерико Киеза қайда кетеді? Тиаго Моттаның стиліне келмейді екен, себебі Тиаго Моттаның шабуылшылары да қорғанысқа көмектесіп жүру керек. Киеза көмектеспейді және де командалық ойынды көрсетпейді деп санайды. Тиаго Мотто қазіргі Ювентустың жаңа бас бапкері. Енді Киеза қайда барады белгісіз. Ал енді Дибала өзінің клубына Киезаны шақырып жатыр деген ақпараттар бар. Рома клубына. Негізі жаман емес. Рома клубында негізгі жұлдыздардың бірі болып қала берер еді, егерде Ромаға баратын болса. Ал енді кеше Евро 2024-тің ширек финалында қос ұлттық құрама бірақ ұшып кетті. Оның біріншісін айта кетейік. Біріншісі Германия ұлттық құрамасы, осы турнирдің иелері деп айтсақ та болады. Өте тамаша ойын өтті. Бұл жердегі қызықтар: Педри жарақат алды, келесі ойынға шықпайтын болады. Тони Кросс өзінің жалпы мансабының соңғы ойынын өткізді кеше. Антони Тейлор қателік жасады, Кукурелияның қолына тиген допқа пенальти қойған жоқ. Осындай сәттер болды. Ал енді жалпы есеп 2-1, 120 минутқа созылған тамаша ойын осылай аяқталды. Испания ұлттық құрамасы жорығын жалғастырады жартылай финалда. Келесі ойын Франция мен Португалия болды. Португалия тамаша шабуылдар ұйымдастыра білді, бірақ та Миньяны ешқандай да допты кіргізген жоқ өзінің қақпасына. Одан кейін Францияда жақсы шабуылдар жасады. Сол баяғы Кола Муайни жеке шықты, бірақ та гол сала алмады. Камавингаға сәттілік жетіспеді. Жалпы бұл жақта да алма кезек шабуылдар болды. Торуылдады бір-бірінің қақпасын, және де ешкім ешқандай гол салалған жоқ. 90 минут бітті, 120 минут бітті. Пенальти сериясына да жетті. Пенальти сериясында бір ғана адам қателесті, ол Жоао Феликс. Осы Жоао Феликстің қателігі үлкен қателік болды, себебі Португалия ұлттық құрамасын турнирдан бірақ шығарып жіберді. Ал енді Испания ұлттық құрамасының жанкүйерлерін және де Франция ұлттық құрамасының жанкүйерлерін келесі кезеңге жартылай финалға шыққандарымен құттықтап қойсақ болады. Бүгінде топ ойындар жалғасады. Англия ұлттық құрамасы оны бастайды. Англия ұлттық құрамасының қарсыласы Швейцария ұлттық құрамасы. Енді екі ұлттық құрамада шабуылға жақын негізінде. Англия ұлттық құрамасы егер де шабуылдайтын болса бүгін, Швейцария міндетті түрде қысым жасайды, міндетті түрде шабуыл жасайды. Еріксіз Англия ұлттық құрамасын бүгін қозғайтын шығар деген ойдамыз. Енді қандай жағдайда да ойнаса да Англия ұлттық құрамасы бүгінгі фаворит және де бүгін жеңіске жетеді. Келесі ойын Түркия ұлттық құрамасы менен Нидерланды Голландия ұлттық құрамасы. Голландия ұлттық құрамасының деңгейі жоғары, шабуылы жақсы, және де Түркия ұлттық құрамасының қазіргі таңда қорғанысы өте нашар екенін көріп жатырмыз. Сондықтан да Нидерланды бүгін міндетті түрде гол салады. Түркияның да шабуыл ұйымдастыруы жақсы, екі жаққа да гол болады деп ойлаймыз, бірақ та фаворит Нидерланды болғандықтан бүгін жеңіске Нидерланды Голландия ұлттық құрамасы жеңіске жетуі керек деген ой бар, тұжырым бар, болжам бар. Егер де сіздердің ойларыңыз, болжамдарыңыз болатын болса, біздің осы 13-ші сектордың демеушісі 1xbet 13-ші сектор атты промокод беріп отыр. Осы промокодпен кіретін болсаңыздар, сіздерге алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонус беретін болады. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті.
Мерех Демиралдың қуанған кезде жестін өздеріңіз білетін шығар, қасқырды көрсеткен болатын, екі қолымен, және де бұл саяси әңгіме болып кетті, және де Демиралды шеттетіп тастады деді Билд басылымы. Одан кейін түрік басылымдары жоқ, шеттеткен жоқ, қайтадан ойнайтын болды деді. Одан кейін УЕФАның өзі айтты, екі ойынға шеттетілді деп. Енді бұл мәселе неге тіреліп отыр? Жан-жануарларға тіреліп отыр ма деп Ердоған шықты. Ердоған Германия ұлттық құрамасының футболкасында жейдесінде бүркіт тұр. Оған неге үндемейсіңдер? Францияда тауық тұр, оған неге үндемейсіңдер? Бізбен қасқыр тікелей байланысты деді. Шынымен де Гуглға теретін болсаңыздар, Түркия ұлттық құрамасы қандай жан-жануарларға жақын десеңіздер, осы көкбөрі қасқыр шығатыны белгілі. Онымен неге біз тойлауымызға болмайды деп Ердоғанның өзі шығып отыр. Түркия ұлттық құрамасының, жалпы түрік елінің президенті осындай шағым жасады. Біз жалпы түркі жұрты көкбөрінің ұрпағы екеніміз белгілі. Неге ондай жеспен тойлай алмаймыз деген әңгімесін айтты. Ал енді келісімдер әлі бола жатады, әлі ойласады, бұл нақты емес. Біреулер шеттетілді дейді, бір басылымдар жоқ, ойнайды дейді. Енді жалпы түрік ұлттық құрамасы мүлдем Нидерландыға қарсы ойнаудан бас тартуы мүмкін, осы мәселеге байланысты. Бұл енді ең сорлы шешім деп қабылдап отыр. Әлі де бұл талқылану үстінде, бәлкім Демирал бүгін алаңға шығып қалар. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. 13 сектор арнасымен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар.